Сіздерге қазір қазақша оливье, яғни шаңырақ деген салатты көрсетемін. Бізге ол үшін қазы болмаса жая, жылқы еті керек, тұздалған қияр, сәбіз піскен, теркадан өтірілген, картошка піскен, теркадан өтірілген, және де жұмыртқа теркадан өтірілген. Осындай пиаланы аламыз, сорпа кесе. Бірінші етімізді саламыз. Осылай майонезімізді жағамыз. Кукуруз саламыз. Кукурузды жаңа айтып өттім ба, өтпедім ба, ұмытып қалдым қазір. Жұмыртқамыз саламыз. Осылай ең артынан картошкамызды салып, бір 5 минутқа қойып қоямыз. Негізі алдын ала дайындаған кезде осылай пиалаларға салып, холодильникке қойып қоя берсеңіздер де ешқандай бұзылмайды. Ертесіне қонақ келген кезде тарелкамызға аударып жіберіп қоя береміз. Тарелкамызға салат жапырағын осылай қойып аламыз дағын. Салатымызды саламыз. Неке осылай аламыз да. Тарелкамызды осылай басамыз да. Тарелкамызға осылай кесемізді аударып түсіріп алдық. Енді осылай оформлениесін жасаймыз. Шаңырақ деген салатымыз дайын.